Сәлем достар! Сіздермен бірге мен Айканай. Және бүгінгі видео 24 сағат деп аталады. Сіздерге қызық болса, біз бастаймыз. Бүгінгі видеода мен тек қана 24 сағат бойы бөбектердің тағамын жейтін боламын. Сіздерге қызық болса, ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Міне достар, қазір таңғы астың уақыты келді. Таңғы асқа мен осындай ботқа жеймін, және яғни овсяный каша жеймін, және осындай таза су ішемін. Кішкентай балаларды адам болғандықтан оларда су ішетін шығар деп ойлаймын. Ендеше біз таңғы асымызды жеуге көшеміз. Мен таңғы асымды ішіп болдым. Жалпы пайдалы әрі бөбектерге де арналған таңғы ас болды. Достар, қазір бізде түскі ас уақыты келді. Және де біз түскі асқа осындай груша пюресін жейтін боламыз. Ол груша, алмұрт және алмадан тұрады. Яғни құрамына екі азықтан тұрады. Ендеше жеуге бастаймыз. Әрі пайдалы. Мен кешкі асқа осындай агуша пюресін жейтін болып шештім. Ол алма қосылған агуша. Тура бағанағыдай, бірақ та бұның сыртында осындай пакет сияқты мен осындай пакетированный болып қапталды. Және де осындай растишка йогуртын жейтін болады. Және кәдімгі таза су. Бірақ негізі дәмі бір түрлі. Сұйық та емес, андай қою да емес, бір түрлі. Құрамында тек қана екі зат бар. Ол алма пюресі және алма шырыны. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Бұл видео сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк басып, менің арнама тіркеліп, інімнің де каналына тіркеліп, қасына қоңыраушаны басып, видеоға идеяларыңызды жаза кетіңіздер, және өздеріңіздің жақсы керемет көңіл күйді көтеретін пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздер неғұрлым көп коммент жазсаңыздар, менің де видео түсіруге соғұрлым күш-жігерім көп болады. Және достар, бұл видео қысқа болды, бірақ та сонда да сіздерге ұнады деген ойдамын, себебі менде заттар аз болды. Ендеше ұнаса лайк басыңыздар, ендеше сау болыңыздар.